Құрметті достар, өткен жылы біздің осы жеңімпазымыз өзім сияқты бір толық жігіт болғандығын, негізі осы театрға директор болғалы бері театрымызға көптеген толық жігіттерді тартып отырмыз. Солардың біріншісі, қарсы алыңыздар. Алдарыңызда өткен жылғы бірінші орын иегерінің баласы Ұлан Мамырбекұлы, қарсы алыңыздар. Армысыздар. Мына мен анаяқта анекдот шоу концерттегі негізі ең жас әзілкеш менмін. Сондықтан анаяқта мен Щеголсың деп қояды дейінші. Щеголсың дейді да, бірақ көрер көзге жаспыз, футбол ойнағанда паспыз, ішіп алсақ маспыз деп қоямыз да. Мына болар бала боғынан деген сөз бар ғой. Дұрыс па? Дұрыс қой, ә? Бала демекші, кішкентай бала мамасын сұрап жатыр дейді шай үстінде. Мама, осы папамның шашы неге таз? Шашы сирек қой десе, мамасы айтып жатыр дейді. Балам, папаның шашы таз болған себебі, папаң ақылды адам, білімді, парасатты, ойшыл адам. Сондықтан ақылды болғаннан кейін папаның шашы таз деп сөйтсе, баласы айтады дейді. Мама, сіздің шашыңыз неге көп әрі қалың десе, көп сөйлемей тамақты ше деген. Бір жындыханадағы жағдайды айтып берейін енді. Жындыханада бір бассейнде адам тұншығып жатқан ғой, ойбай құтқарыңдар. Жынды құтқарып алған ғой соны. Жынды құтқарған дәрігерлер жындыға барып, ой, молодец, сен адамды құтқарып алдың, сен жындыханадан босатамыз. Бірақ бір өкініштісі, сен құтқарған бала асыл бөліп қапты депті. Сөйтсе жынды айтады дейді, ойла мен оның кепсінде мойны әліп қойып ем ғой депті.